Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Мен сендерге бүгін көріп тұрғандай Америкаға келгеннен кейін алғашқы машинам туралы айтып кетіп келеді. Америкаға келген соң примерно 3 айдан кейін алдым. Toyota Prius 2007 жылғы $3200. 1.5 гибрид 2007 жылғы мен алған кезде пробег 235 миль болған. Еш жері соғылмаған, бұрын түйіспеген. Так, мынаған қандай ақша салдым? Ақша мынаған где-то 3 айдан кейін алдым, и где-то примерно 3 айдан кейін новый батарейка салдым. Основной проблемалары Prius'тың батарейкасында болады. Батарейкасы кейде қызып кетеді, кейде бұзылып кетеді. Батарейкасын ауыстырдым, батарейкасын ауыстыру где-то $250 шықты. Prius'тың іші. Мына скорость джойстик. Іші кең, өте керемет. Артқы багажныйы тоже өте кең. Көп нәрселер сият. Орындық ары қарай жатады. И көп нәрселер салуға болады. Алғашқы машинам вообще негізі осы кезге дейін бірінші рет алып тұр машинаны. Өмірімдегі алғашқы машиналардың бірі. Қазақстанда да мен машина айдамаппын. Бірақ автокөлік жүргізу куәлігін алғам негіз Қазақстанда. Бірақ Америкаға бірінші рет машина алып жатырмын. Американский право алдым уже. Бірақ негізі Америкада қазақстанский правамен жүре беруге болады. 6 ай мен естуім бойынша адамдар бар, кейбір 1 жыл, 2 жыл айдаған қазақстанский правамен. Өйткені қазақстанский правада тоже ағылшынша бәрі жазылып тұр да, түсінікті бәрі. Ұнап жатса лайк басыңдар, каналыма қосылыңдар. Рахмет сендерге көңіл бөліп видео қарағандарыңызға.